Алла тағала Муса алейхиссаламға айтты: ей Муса, сендердің араларыңда 40 жыл күнә жасаған адам бар, ол бар кезде сендерге жауынды жауғызбайым деді. Сонда Муса алейхиссалам келіп елін жинап, арамыздағы бір адам үшін Алла тағала бізге жауынды жаудырмайым деді. Ей, 40 жыл күнә жасаған, біздің арамыздан шығып кет деді. Бәрі бір-біріне қарады, ешкім шықпады. Бірақ ол адам өзі туралы айтып жатқанын білді, үнсіз қалды, қатты ұялды. Муса алейхиссалам екінші рет қайталап айтты: ей күнәһар, шығып кет, мына халықты қырасың, жауын бермеймін деп жатыр деді. Ана адам басын жауып бүркеп алды. Аллахым, 40 жыл күнә жасадым, айыбымды жасырдың, енді әшкерелейсің ба? Өзіңе тәуба қылдым, күнәмді кешір деп Аллаға жалына бастады. Аллахым, бізге жауын бер, мені қара бет қылма деді. Кенеттен жан-жақтан бұлттар жиналып кетті. Жауын құя бастады. Муса: ол адам шығып кетпеді, бірақ бізге жауынды бердің деді. Сонда Алла тағала: ей Муса, сол адам үшін жауынды тоқтатып қойып едік, сол себепті беріп жатырмыз деді. Муса алейхиссалам: я Аллах, оны маған көрсетші деді. Алла тағала: ей Муса, күнә жасады, жасырып келдік, енді тәуба қылғанда масқаралаймыз ба, ұятқа қалдырамыз ба деді.